Сәлеметсіздер ме менің сүйікті студенттерім? Бүгін үнді халқының костюмын өтетін боламыз. Жалпы үнді халқының костюмы бай тарихы бар, мәдениеті мен дәстүрін бейнелейтін ұлттық киім үлгілері. Киімдер климатқа, дінге байланысты, сенімге байланысты, әлеуметтік мәртебеге байланысты, аймақтық ерекшеліктерге байланысты әр түрлі болып келеді. Негізгі әйелдер киімі сари, ұзын мата, яғни 5-9 метр аралығындағы мата. Түрлі тәсілмен денеге оралады. Ішкі көйлегі мен кофтасы чоли деп аталады. Салвар камис кең шалбарлы және ұзын туникая. Үстіне жұқа шарф дупатта деп аталады. Сол шарф жабылады. Лехенга той мен мерекеде киетін ұзын белдемше. Қысқа кофта және шарфпен жақсы үйлеседі. Негізгі ерлер киімі дхоти, белге орайтын ұзын мата. Курта ұзын жейде шалбармен, яғни пайжама салвар деп аталады екен. Сол шалбармен бірге киіледі. Шервани сәнді ұзын күртеше. Ол көбіне салтанатты той немесе ресми іс-шараларына келеді. Маталар мен өрнектер жібек, мақта ең көп қолданылатын мата түрлері. Киімдерге алтын жіппен тігілген кесте, моншақ, айналар, ұлттық ою-өрнек, гүлді элементтер жиі пайдаланылады. Түстердің мағынасы. Қызыл түс үйлену, бақытты білдірсе, ал ақ түс тазалықты, қарапайымдылықты көрсетеді екен. Көбіне ақ түсті жесірлер киеді. Сары, жасыл түстер көктемді, құнарлықты, жайлылықты білдіреді. Үнді ұлттық киімі сән мен дәстүрдің, дін мен тарихтың үйлесімі. Ол тек сыртқы киім емес, мәдени код болып саналады. Жалпы менің үнді халқының киіміне шолуым аяқталды. Сіздерге тапсырма осы үнді халқына деп шығарған менің анықтамаларымды жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Және де осы үнді халқының киімдерінен өздеріңіздің қалаған бір киімдеріңіздің эскизін сызып, аяқтап, түрлі түсті еткендеріңіз дұрыс, солай бояп, тапсырманы салатын боламыз. Осымен тәмам, сау болыңыздар.